صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رحمن يا رحيم الله تعالى وتقبل بالتوفيق والحفظ والتوفيق. إن ولي أعظم ذات محسوب الرضوان محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الله ونقص زاد المصطفى الغالب لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم صلى يقص وغفير الحمد وأن البخاري البصير بعد هذا هذه الشهرة وجار بزر بعد هذا سولير وجار بزر هذا وصار Toprakların torpayıp isin karanlık kabirlerin Kur'an'larını, imamlarını, nurlandırgayısın. Allah Allah'ın kendilerinde bu günlüğüyle büyütülmeyi. Öktörün isin elken eşliğinelerini öz gafur rahman sifatını canı kagaysın. Kulağın dolaşağlarına, ağay keskanlarına gerek ebelik. Adalı tesip olsun, aslan sifler gelsin. Ya Allah Allah'ın bugün gibi olsa şalayında zıttın kurbanlıklarını ya Allah Allah'ın özlerini, hamdeti, İbrahim Aleyhisselam, İslam'ın Aleyhisselam, kurbanlıklarını ya Allah Allah'ın hamdeti, ya Allah Allah'ın soğuktan olsa atağı ötügen ya Allah Allah'ın muhtarına hadiyet edilmez ya Rabbana keyif Allah'ın ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Бітіргендерден мектепті аяуда студенттердің 30 той билеті қосылып, марқұм болған класстастарының атынан беріп алған мынау шалайында болған құрбандарға Алла тағала шын ала көрсін. Отбасыларыңа бақыт береке берсін. Ол былай түсіріп телефон. Biz dövrдің мөлдіреген
етіп, сәтін салып, Жәйрем кентінде бәріміз бас қосып отырмыз. Сондықтан міне өзіміздің туған 10-шы орта мектебіне келіп, арнайы сіздердің алдарыңызда бір кішігірім іс-шараны бастайын деп отырмыз. Сондықтан ортаға өзіміздің сыныптасымыз, жолдасымыз, құрдасымыз Асқар шақырамын. Асқар өзі бастап аяғын қорытындап, сосын уже түсіне бастайсыздар. Ортамызда ұстаздарымыз отыр, қымбатты. Жаңа айтып кеттім ғой, аға бауырлар отыр. Сондықтан Марлан ағамызды шақырамыз ортаға. Нұрбек ағамыз қайда? 77 жылғы болсам да 2 жас үлкенсің. Тағы да ортамызда міне Нұрлан ағамыз бар, белсендіміздің Жәйрем кентінің азаматы, жанашыры. Нұреке, ортаға шығыңыз. Бәріміз мұқият, тынышталып, Асқар жолдасымызды, құрдасымызды, сыныптасымызды тыңдайық. Сосын бәріміз түсіне жатамыз. Асеке, қайда самалған елеріңіз? Шай сарайды. Ассалаумағалейкум, құрметті құрдастар, құрметті ұстаздар, қонақтар. Мынау кентіміздің биылғы 1979 жылғы түлектердің 30 жылғы өткен уақытта 30 жылдыққа арнайы мектебімізге кішігірім экранның сыйлаған болатынбыз, сыйға тартқан болатынбыз. Соның бүгінгі салтанатты ашылу кеші. Алла қаласа, соған мұны бәріміз куәгер болсыздар. Алла сауықтан жазсын, қадамдарыңызды жақсылықта, қуанышта, той-думанда кездесе берейік, кентіміз өне берсін, биік шыңнан көріне берейік. Кентіміз осы Қазақстанның бір үлгілі кенттерінің бірі болуына атсалысып жатқан азаматтарымыз бар. Олай болса келесі сөзді Марман Бек сізге өзіңізге береміз. Құрметті ұстаздар, ардақты түлектер, қатарда қонақтар, бүгін өте қасиетті қуанышты күн. Мынау 1996 жылғы Жәйрем орта мектебінің түлектерді бітіргеніне мектеп аттанғанына 30 жыл болған екен. Ол 30 жылдың құрметіне барлықтарына сыйлық болдыңдар. Енді әрине бұл деген ұстазға деген бір-біріне сыйластық, достастық үлкен белгісі. Сондықтан шын ниетімен осы ауылдастардың атынан осы 30 жылдық мерейтойларға шын жүрекпен құттықтаймын. Әрбір отбасыға денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, бақ-дәулет тілеймін. Алла тағала тек қана жақсылық берсін, қадамдарыңызда нұр жаусын. Әрине табалдырығын аттаған мектепке қайтадан келіп, табалдырығын аттап, жас кезіндегі естеліктерімді еске түсіру үлкен бұл ғанибет, үлкен құрмет. Сондықтан әрқайсымызды бүгінгі таңның, бүгінгі жаңа Қазақстанның азамат-азаматша кешеніне жаңамыз қабылданды. Қазақстанға көркейтуге түпкілі әр жақта жүргендеріңіз Қазақстанда сіздердің бәріңіз өздеріңіз зор. Сондықтан тағы да мынау кездесу әрқайсысы жүректеріңіз шылтық болсын, мектептеріңіз тәрбие мен білімнің алтын ұясы бола берсін, саналы ұрпақ тәрбиелей берсін, мерекелеріңіз құтты болсын. Ал қайырлы күн, құрметті інілер, бауырлар, қашан бүгін көрген қуаныштымын. Қазіргі барлық танымайтын бірімізді. Көп жыл болды, көп жыл өтті, біріміз көрмегенімізге. Иә, дұрыс келгендеріңізге қош келдіңіздер. Ауылыңызға ортақ, бірдей. Бұл өсіп желеріміз бәріміздің қанымыз алған жер. Сондықтан ауыл иелеріңізге қуаныштымыз. Бүгінгі іс-шараларымыз 30 жыл мектептерге құтты болсын. Мектебімізге өте қаракелесіздер, ода құтты болсын. Ұмытпай келгендеріңізге рахмет сіздерге. Бастарыңыз аман болсын, ауылыңыз аман болсын. Бірімізді ұмытпайық, сәлеміміз түзу болсын. Осылай жақсылықта, қуанышта басқа сөзін ала берейік. Нұрлан Төлешовпен таныстыра кетейін. Осы Қарғалы қаласының кеңес мүшесі, Жәйрем кентінің қауымдастық мүшесі, осы мектептердің
күрделі жөндеуден өтуіне, кентіміздің көптеген іс-шараларына атсалысып, белсенді қатысып жүрген азаматтың бірі. Құрметті ұстаз бен түлектер, мына бүгінгі мереке тойларыңыз құтты болсын. Сіздерді мына Жайрем кентіне өзіміздің тұрғындарсыңдар ма, бауырларымызсыңдар. Сіздерді құшақ жайып, әрқашанда өздеріңіздің Жайремде орындарыңыз бар ғой. Не дейін енді, Жайремді көріп отырсыңдар енді. Бұрын қандай болды, қазір қандай болды, өзгеріп келе жатыр. Осыған осы біздің депутаттардың қауымдастық мүшесі атсалысып, осындай дәрежеге жеткізіп, аздай болса да әйтеуір ауылымыз енді көркейіп келе жатыр. Сіздерге енді осындай келіп астарыңызды қосып жатқандарыңа үлкен рахметімді айтамын. Сол тойға ұласа берсін. Құтты болсын тойлар. Программамыздың салтанатты ашылу лентасын қиюға Арман игілікті істеріңіз, мына 1900 жаңағы игілікті істеріңіз құтты болсын. Мына мектепке үлкен жетекран сынаватсыздар, еңбектеріңіз жана берсін. Балалардан керемет істер. Алла бұйыртып аман есен жүре берсін. Құрметті оқушылар, үлкен ұстаздар, мінекей бүгін өте бір қуанышты күннің куәсі отырмыз барлығымыз. Енді көпшілік оқушылар мына кісі кім деуі мүмкін. Енді алдағы қаншама іс-шара бар, сонда бір-бірімізді танып жүру үшін мен мына 11-ші А сыныбының бастауыш сыныпта білім берген, тәрбие берген Қуан Нұрғалықызының қызымын. Және де осы 11-ші А сыныбы 5-ші 6-ші сыныпта сынып жетекшісі болған. Сондықтан мінекей Қуан Нұрғалықызы дүниеден өтті, бүгін мінекей қайтқан күні. Бүгін нағыз бүгін осының қайтқан күні жаңа бауырларым, барлықтарыңызға айтарым, бауырларым жазып жатыр. Қуан Нұрғалықызын еске аласыздар, сіздерге Алла разы болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Менің өзімнің отбасым үшіне көшіп келіп 10 жылдай тұрды. Менің ең алғаш рет еңбек жолым осы 10-шы мектепте басталған. Сондықтан маған, менің отбасыма бұл Жайрем кенті өте ыстық. Өткенде балаларым хабарласқанда сондай бір қуанышты сезіммен менің барғым келіп, ешқандай жұмысқа да қарамай шаруаларым тұрды, бәрін сырып тастап, осы сендердің шақырғандарына келдім. Алла разы болсын, мың алғыс сендерге. Осы мен айтамын. Жаңа кешеден бері, осы шақыру алынғаннан бері балалармен хабарласып жатырмын. Мамам, менің анам, бұл сыныпты өте жақсы көретін. Соны маған айтады, Раушан, біз алып баршы мені Жайремге деп. Сосын мен ол кісіге айтамын, Жайремге барғанда сіздің оқушыларыңыз ол жерде жоқ қой барлығы. Ол кісі барлығын жаққа айтады. Сауғабаева, Айнұр, Бименова, Әсия, Садуақасов, Әсел, мен Талғат дегенде мен жаңа кейде өзім не қылмай қаламын. Әрі жалғастырып мен кейде айтып отырмын. Міне, ол кісінің сіздерге деген ризашылығы өте көп болған. Бірақ енді амал не, ол кісіні біз Жайремге әкеле алмадық. Енді ешкімнің орында бар оңалар дейді, артына қалған ұрпақтары бар. Тағы да айтамын, Алла разы болсын сіздерге, еске аласыздар. Енді не деймін, барып отырған оқушыларым сіздерге,
дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Мінекей ер жеткендеріңіз, мынау туып өскен, оқып білім тәрбие берген мектептеріңізге қандай тамаша сыйлық жасап жатсыздар. Өте разымын. Енді мен сөйлеп тұрған себебім, жаңа кейбіреулер кім деп айтырған құлағым шалып жатыр. Мен соның Қуанырғалының қызымын. 11-ші А сыныбының 5-ші 6-шы сыныптағы сынып жетекшісімін. Жетекші болдым бұл балаларға. 91-ші жылы мен отбасы жағдайларға қолдауға кеттім, бірақ мен ұмытпағандарға 1000 алғыс. Керемет қуаныштымыз, өте толқитын жағдай. Осы хабар тиіп, осындай күні біз енді 30 жылдық басқосуымыз болайын деп жатыр. Құрметпен шақырамыз дегендері жанымызда, жүрегімізде өте бір сезімдеміз. 30 жыл деген былай адамның ғұмырымен санаса 30 жаста орда ұзартылды ғой. 30 жыл деген аз уақыт емес. Енді біріншіден кешірім сұраймын. Түрлеріңді танып тұрмыз. Танымай жатсақ, аттарын ұмытып жатсақ, әрине. Одан кейін де балалар болды, оқушыларымыз болды. Жезқазғанда жұмыс істегенде классымыз болды. Сондықтан енді түрлерінің бәрін танып тұрмыз. Сендер ең біріншіден біздің өз туған баламыздан кейінгі біз үшін баласындар өмірлік. Жастарым енді былайынан 50-ге жақындап қалдыңдар ғой. Немере, Алла қаласа бәрі де болады, балалар өсіп жатсындар. Бірақ біз үшін мәңгілік сендер баласындар, балаларымызсыңдар, оқушылар. Жаңа айтты, еңбек жолын осы жағынан бастадық. Семьямыз бар, кішкентай бөбелеріміз бар, бірақ бар жанымызда, жүрегімізде сендермен бірге болды. Ойымыздағы барымызды беруге тырыстық, алдымыздағы үлкендердің ізін басуға тырыстық, үлкендерден үлгі алуға тырысып, барымызда, жанымызда осы балаларымызға, оқушыларымызға арнадық деп қазір қуана айта аламыз. Бәріне де мың алғыс. Жұмыстарың жемісті болсын, дендерің сау болсын, өсіп өткен бала-шағаларың аман болсын. Сендердің жақсылықтарыңды біз өмірлік тілейміз. Ұстаздар деген екінші аналарың, екінші әкелерің ұстаз деген, оны білесіңдер. Мынау кешеден бері енді былай айтқанда аяғымызды жерге тигізбей алып келіп жатсыңдар, құрметтеп күтіп алып жатсыңдар. Осыны көріп жасарып тұрмыз біз енді. Тура институт студент қалпымыз есімізге түсіп тұр, өте қуаныштымыз. Мың алғыс барлығына да. Енді мынау керемет құптарлық Жәйремнің бұрыннан келе жатқан салты ғой. Әр бітірген мектептің оқушылары өзінің алдына мектептерін ұмытпай, өздерінің термен тапқан ақшаларыменен қаражаттарын бөліп, осы ауылымыз, еліміз, мектебіміз гүлдене берсін деп керемет сыйлық, мына жаңа кісілер айтып кетті ғой. Өте керемет сыйлық. Енді осы халықтарынан таймаңдар, кешеді айтып жатырмыз ғой енді. Мейірім бар біздің Жәйремнің балаларында. Жүректерінде жылулық бар, керемет сезім бар бәрінде. Өйткені енді заманына қарай қазір балаларды да өзгеше ғой енді былай айтқанда. Бірақ сендерді сол баяғы тамаша қалыптарында өзгермеңдер, өсіңдер, өнімдер. Міне мына кісілер керемет ақ жүректерін айтып жатыр, алғыстарын айтып жатыр. Қашанда алда болыңдар. Иә, уақыт өтіп кетіп барады, айтатын сөз өте көп. Бәріңе де мың алғыс, өте қуаныштымыз. Аған келетін болсақ, мен де негізінде өзім жай историямды шамалап айтып кетейін. Мен енді былай қарасақ, 75-ші жылы әке-шешемнің арқасында осында келіппін. Жәйремнің бір кірпішім болса да қаласын деп айтуға болады. Жәйрем қалай болды кезінде бәрін білем, енді деген сияқты. Осы жақта Жәйремде 11-ші мектепті бітірдім. 30-ші мектеп, онда енді салып жатқан, бірақ қабырғасы болған тұғын. Содан Жәйремден ұшып оқып, 84-ші жылы оқу бітіріп келіп, сол 30-ші мектепке жұмысқа тұрдым. Сөйтіп жатқан кезде 86-ші жылы осы мектеп салынды. Осы мектеп салынғанда осы мектептің қолын да жудым. Әлі строитель болды, әрі уборщица болдым, айта кеткен кезде. В общем, енді сондай. Өйткені көмектесу керек, сентябрьде мектепті ашу керек болды. Сол кезден бастап жұмыс істедім. 86-дан мен бұл мектепте 95-ке дейін жұмыс істедім. Алдымда бір классым болды, айтып жатыр кеше балаларға да. Осыдан 3 жыл бұрын 76-ны шығарып салып, оларды 30 жылдыққа шақырып келіп кеткенмін. Одан кейін
сендер 2 жыл класс жетекші болсам да, енді керемет, енді мен де действительно риза болғанда да сөзімді жеткізе алмаймын, айта алмаймын. Менің қуанғаным не? Қуанған Ерғали көріп қалдым Астанада. Жабыстықта екеумізден сразу танып қалдым, ол да мені сразу танып қалды. Мереке айтен да жүгірдім бе? Мереке айтен Бақұлға білетін шығарсыздар енді құттықтан қалсаңыздар. Содан кейін айтып жатыр, сразу маған айтып жатыр. 30 жылдық болады, бүйтеді, шақырамыз деп. Содан енді хабарласып тұрдық. Соны айтайын деген мен сендерге де рахмет. Сол ұмытпай, бір қасиетіміз болған шығар да, тырнақтың қасиеті, бір қасиет болған шығар. Енді айтып, шақырып жатқанда қайта жазып жатыр. Келесіз ба, айтыңызшы, келіңіз деп. Енді өзім қазір Өскеменде тұрамын. Шығыс Қазақстан облысында. Сол жақтан келдім. Жолдасыммен сол жақта жұмыс істеп жүргесін. Сол жақта кетіп қалған тұғынбыз, енді жұмыс бабыменен. Сол жақтан келіп отырмын енді. Астанаға дейін шықпай, одан Астанадан аяқтан оңай емес жол жүруді. Мынандай ыстық күні, жас емеспіз. Бірақ соның бәріне мен жасарып кеттім. Неге десеңдер, сендердің жүректерің маған да келді, жылулықтарың келді, маған күш қуат берді Алла тағала. Мінекей, сендерге мен мыңда бір ризамын, басым дейін расында. Көп адамдар ұмытып кетеді. Сондықтан да айтып отырмын ғой, сендермен бірге мен де өстім деуге болады. Сендер мені үйреттіңдер, мен сендерді үйреттім. Сондықтан да мінекей енді айтарым, енді қазір тағы айта жатармыз. Өзіңдер деймін, өніңдер, осындай сыйластықтарың бола берсін деп тілеймін. Сыйлап берген бал дейді, сатып алған судан да артық дейді ғой, енді айтып берген кезде. Сол мінекей бір-бірлеріне сыйластықтарың, бауырмалдықтарың бола берсін деп тілеймін. Өсіп жатырсыздар, естіп жатыр, балапандарым бар екен, үйленетіндерді айтып жатыр, жаңа балалар осылай үйленейін деп жатыр деп. Біздің артымыздан келе жатыр екенсіңдер, сендерді мінекей. Бір отбасысыздар, мысалға әрқайсыларыңызда барған келіндер, барған үйлерін түтетіп отыр деген сияқты. Оның бәрі неден басталып? Бірінші өздерінің ұшқан ұяларынан, әке-шешелердің берген тәртібіне, екінші осы мектептің, асыл мектептің қабырғасы ғой тәрбие деген негізінде. Сол тәрбиені алып жүрсіңдер деп ойлаймын мен мінекей енді. Аман болыңдар деп, мінекей мына үлкен кісілерді де шақырып отырсыңдар, жаңа Марғұлан деп айтып жатсыңдар енді. Біз ол кісіменен жақсы аралассақ, көрші болдық деген сияқты, өзі көріп та қуанып та қалдым деген сияқты мінекей. Көрмеді неше жыл болды енді біз кеткелі, бұл жақтан 95-те мен көшіп кеттім, айттым ғой, 6 жыл келіп кеттім. Үйім бар, әке-шешем жоқ болғанменен, орнында інім бар, сестрам бар, бірақ сендерді көрмеймін ғой мен келген кезде. Бір күні келесің деген сияқты. Бірақ мына үйді осы мінекей мектепті көріп қуанып тұрмын, сендерді көріп қуанып тұрмын. Енді айтатын сөз көп шынында да. Айтатын сөз кешке айтамыз. Аман болыңдар деп жай қалыңдар, жайнаңдар. Армандарың орындала берсін, мақсаттарың әрқашанда алдамасын. 79 жыл әрқашанда алда жүре берсін. Достар, бүгінгі таңда осы 10 мектептің директоры Айтбақтың Боробайұлы деген кісі, ол кісі сапармен Астанаға жол жүріп кетті, ол кісі болмай қалды. Содан Жайда ханымды, Әмешкен қызын директордың орынбасары бүгінгі таңда. Келесі сөзді осы кісіге берейік. Өзі ризашылығын білдіріп, өзі тілегін бір ауыз сөз айтып өтсін. Рахмет айтамын. Тек қана осылай жақсы естеліктерді естеріңізге түсіріп, мектептің әр құрылысын аралауға сіздерге кеңес беремін. Сіздер бітірген мектеппен қазіргі мектептің арасы әлдеқайда өзгерген. Биыл ғана жақын капитальный ремонттан өттік. Сіздерге ең керемет сыйлық сіздерден болды. Сізде кем бірдеңеміздің кетігін толтырып бердіңіздер. Сіздерге алдағы өмірде жұмыстарыңызға табыс, әрқашан өрлей беріңіздер, тек биік белестерден көрдіңіздер. Мектепті ұмытпай келгендеріңізге көп рахмет, шын жүректен ұжымның атынан алғыс айтамын. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا الله تعالى. Осы қылып жатқан қасиет Құранның хасыл болған сауапты менің өлім адамзатына және осы сахабаларға әулиемді рухтанына сондай түсім ла илаха иллаллах мұхаммаду расулуллах деп өткен күллі мұсылмандар рухтанына сондай ақ бүгінгі осы дұға себепкер болып жатқан арнайылап бүгінгі 79 жылғы қатарлардың мектепті бітіріп жатқанына 30 жылдығына қарай орай осы арнайлап беріп жатқан осы астарын оқытылып жатқан құрандарын Құдай астарын ей Алла тағалам осы дұғаға себепкер болып жатқан осы асқа себепкер болып жатқан осы 79 жылғы 79 жылғы қатарларын ей Алла тағалам осы тәлім беріп мектепте өсіріп тәлім тәрбие берген мұғалімдері Қуан Нұрғалиқызы марқұм рухына және де Хадиша Ожарқызы, Сәуле Жұмажанқызы және де қатарлары сыныптастарынан қайтыс болған
Бектұрсынұлы Нұртас, Туарбайқызы Жазира, Мермекұлы Серік, Абдрахманұлы Нұрғали, Амангелдіқызы Гаухар, Төлентайұлы Нұртай, Қасымұлы Отан, Садуақасқызы Әсемгүл, Дашанов Ержан, Бақаданұлы Нұрлан, Шәми Марат, Ізденұлы Серік, Бұқайұлы Құралған, және де Бафарханұлы Сүйіншал. Осы аттар аталған және аттар аталмай кеткен марқұмдар рухтарына арнайла бағышы деген аман әкем жатқан жерлерін жайлы топырақтарын торқа еткесін, қараңғы қабілдерін құрандармен, имандармен нұрландырғайсын. Ей Алла тағалам, бұл пенделерінде бұл дүниеде біліктірілмей көріп төгірместеген үлкен күшілігінәлерін өз ғафуры рахман сифатымен жарықтайғайсын. Артында қалған бала шағаларына, ағайын туысқандарына береке бірлік, адал кәсіп тауысынасы нәсіп бергесін, тілеулерін қабыл мұраттарын асыл еткесін. Алла тағалам бүгін осы беріп жатқан осы арнайлап ұйымдасып, Алла тағалам осы 79 жылғы қатарларын осы беріп жатқан астарын, Құдай астарын оқып жатқан Құрандарын, ей Алла тағалам өздереген қабыл етіп, Алла тағалам осы ол кісілердің отбасы, мал жандарына Алла тағалам берекенді бергесін, кәсіптеріне табыстылық бергесін. Аллахым, Раббана атина фид дуния ахсаната ва фил ахирати ахсаната ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Аллахумма.